Білмеймін, оны кіргізші көрейікші. Иә, көре салшы, потому что там адгезив қой ана жерде. Қалайсың бала, жақсы ма бәрі? Қазір операцияға алатын боламыз, наркозбен болады, иә? Қазір дайындалыңыздар. Полностью жаңағы аденойдын алатын боламыз. Все, дайынсыздар ғой? Все, хорошо, мейлі, дайындалыңыздар. Операцияның алдында пациенттеріміз аш келеді, тамақ ішпейді, сол себепті біз ең бірінші кішкентай балалардан бастаймыз и по возрасту кете береді. Соответственно, обедке кейін қалып қалады, енді құлаққа операцияларға ересек пациенттер болса. Жалпы енді әртүрлі күндегі операция болған кейін әртүрлі жастағы пациенттеріміз келеді. Біз қазір операционныдамыз. Мен қазір күтіп отырмын, обработка жасадым, жуындым, стерильный перчатка, халат кидім. Біздің көмекшіміз, медсестра, пол инструменттерін бәрін дайындап қойды. Қазір анестезиологтар бізге наркоз береді пациентімізге. Ол пациент ұйықтағаннан кейін біз өзіміздің операциямызға кірісеміз. Бүгін бізде 4 операция болады. Оның ішінде аденоид да бар, құлаққа тимпанопластика да бар. Процесс бойынша көрсетеміз. Assalomu alaykum. Qalay jazda? Qanday? Апелды жазады. Өстіп операция күтіп тұрған кезде көбіне жоспар құрам. Бірінші неден бастаймын, қандай қиындықтар болуы мүмкін операция барысында да. Мысалы, мұрынға келетін болсақ, қандай инструменттерді қолданған дұрыс, құлақ операциясына келетін болсақ, КТ снимкасын еске алам, КТ снимкасында қандай өзгерістер бар еді, сол қандайға мән беру керек деген сияқты сондай бар ойлар келеді. Біз міндетті түрде операция алдында обработка жасаймыз. Себебі бізді білесіздер, бет болсын, құлақ болсын, не стерильный болады, соның бәрін обязательно спиртпен полностью жуып, шайып, таза, что біздің операциядан кейін ешқандай инфекция болмас үшін. Қайшы бере сал? Жасалған береді, реоперация болып тұр ғой, басқа бір клиникада. Біз операция барысында инструмент қойған кезде трубка келеді, кислород келетін пациентке. Сол қысып қалмау керек та, өйткені қол қысып қалса, мынақта бізге кислород жетіспей қалады, пациентке ол өте қауіпті. Қазір пациентке аденоидты аламыз. Бұл пациент кезінде жасалған, мүмкін ескі әдіспен ба, енді білмейміз, аденоиды қайталанып жатыр. Біз қазір шеверлік әдіспен жаңа технологиямен алатын боламыз, полностью соны бақылайсыздар. Дайынбыз ба? Бастаймыз ба? Бізде операция барысында осындай жұқа эндоскоп болады. Бұл градусный, то есть 70 градусқа изогнутый. Өйткені аденоидты біз мұрын арқылы емес, ауыз арқылы аламыз. Соған градус керек. Ол үшін экранға қарасаңыздар болады, былай полностью бұрып біз көреміз. Нақты. Мына мысалы, мына жерде операция болған ізі тұр. Өте қатты үлкейіп кеткен. Осының пластикасын жасаймыз, аденоидты аламыз, полностью мұрын қуысын тазалатамыз и тамақтағы бадамша бесте кішірейтетін боламыз, бақылаймыз. Бізде осындай мобилор жігіттер бар, сторис түсіреміз, және де қазіргі алайындатқан операция осындай шеверлік әдіспен аламыз. Қараңыздар, ішінде лезвиясы бар, айналады, бұл отсосқа кетеді, және де өте аккурат, деликатно алады.
Что ты хочешь? Вот эта перфора, Ага, многоанализованная ткань такая, ага. пульсирует. Ну, поставишь все равно. Прям в нее вот, Ну, вообще нежелательно. вон, гумай вытекает. Да, да, нежелательно. Если совсем нет вариантов, можешь в него, а так, Некуда ставить, здесь тоже смотри. ну, туда, значит, поставишь. Сюда? Да. Всем добрый день, меня зовут Махида, я личный ассистент доктора Буркитбаева Фархата. Моя основная задача – помочь пациенту пройти путь лечения спокойно и комфортно. Я готовлю пациентов к операции, объясняю, как проходит подготовка и на что обратить внимание. В день операции я встречаю пациента в клинике и сопровождаю на всех этапах. Отвечаю на все возникающие вопросы, чтобы снять тревогу и сделать процесс максимально понятным. После операции помогаю во время реабилитации, слежу за состоянием пациента, напоминаю о рекомендациях и поддерживаю до полного восстановления. Моя цель, чтобы каждый пациент чувствовал уверенность и заботу на каждом этапе лечения. Прямой каутер керек ше, раковинаға мұрын арқылы кіретін. Бізде аденоидты алу барысында неге 99% бәрі жақсы шығады, және де қайтып өспейді аденоид, себебі біз ерекше техника қолданамыз, сол шеверлік әдіспен толық аламыз, артын лазер сияқты нәрсемен күйдіретін боламыз. Сол аппаратты қазір тағы да көрсете жатармын, күйдіретін. Содан кейін барып бізде қайтып рецидив өсу қаупі өте төмен болады. Да, каутер. Халық арасында көбінесе кең тараған лазер дейді ғой енді операция. Негізі бізде осындай эндоскоппен қараймыз, лазер сияқты нәрсемен күйдіреміз, шевер нәрсемен аламыз. Сосын бәрі негізі қазіргі заманауи, заманға сай техникаға саналады. Так что қорықпаңыздар деп айтқым келеді ата-аналарға. Қазіргі наркоз бәрі қауіпсіз ғой негізі. Көптеген ата-аналар сұрайды ғой, қалай болады, не өте. Осындай лазер сияқты нәрсемен аламыз, уайымдамаңыздар. Жалпы өте нәтижелі, эффективно болады да ол. Тамаққа операция жасап жатқан кезде бадамша безге өте мұқият болу керек, себебі бұл жерде өте опасный зона. Тілше бар, адамның тілшесін алып кетуіміз мүмкін мынандай аппаратпен. Немесе ішінде тамырлар, сосудтар бар. Солар бәрі мұқият қарап алмасақ, өте жеңіл операция, бірақ сонымен қатар кішкене қауіпті операция ғой. Қазір бір пациенттің бадамша безін кішірейтіп жатырмыз, тамағындағы ангина дейді ғой енді халық арасында. Не үшін? Себебі бұл пациенттің жиі ауырады, және де осы үлкен бадамша без ісіп кеткеннен тынысы да тарылады баламыздың. Сол үшін біз оны балдарда толық емес, кішкене жартылай алып қоямыз, себебі өзінің қызметті атқара береді. И бұрынғыдай қатты қорылдап, немесе қатты жиі ауырып, ондай мазаламайтын болады. Пациенттің жасы небәрі 7 жаста, уже осындай үлкен проблемалар бар. Сәлем достар, мен Наркескен Ақапұлы, анестезиолог-реаниматолог, балаларға және үлкен кісілерге. Біздің клиника лор статуста, осы кішкентай балалардан бастап үлкен рисктілерге наркоз береміз. Негізі кішкентай балаларда наркоз анестезияның өзінің ерекшеліктері бар. Біз қана балаларда өте андай стресске, сондағы көте бейім болғандықтан, бірінші біз науқастарда көбінесе маскамен ингаляция наркозбен дем алып аламыз. Баланы жеңіл ұйқыға енгізіп барып, өзіміздің жалпы наркозымызды бастаймыз. Балаларда ерекшелік, балаларда өкпесінде өте депо, оттегі депосы аз болғандықтан, оттегінің жеткіліксіздігіне өте бейім болады. Сондықтан біз балаларда осы мәселені алғашқы шарт қойғанымыз дұрыс болады. Операцияда анестезиологтың маңыздылығы қандай? Не атқарады олар? Ота уақытында анестезиологтың негізгі мақсаты бұл өмірге маңызды барлық функцияларды біз басқарып отырамыз. Науқастың есінен бастап тынысы, қан қысымы, қозғалысы, дене температурасы, осының бәрін біз анестезия уақытында қадағалап. Оны немен қарайсыздар? Аппаратпен ба? Ол үшін арнайы аппараттар болады, мониторинг болады, әртүрлі датчиктер болады, тынысын қадағалайтын, қан қысымын қадағалайтын, дене қызуын қадағалайтын датчиктердің бәрін қолдана отырып, біз өзіміз осы маңызды істі басқарып отырамыз. Әрбір операция ол бір үйде соққандай. Ол жерде қана бір адам емес, бұл жерде целая команда, толық команда жұмыс істейді. Ол хирургтан бастап анестезиолог, анестезиологтың көмекші анестезистка, оташы медбике және ең кіші санитарка. Осы
5-6 адамның жұмылып көтерген ісімен бізде бір ота жасалып шығады. Бізделікті күнделікті өмірде бізде әртүрлі жағдайға кездесіп отырамыз. Тек қана осы бір ғана ота емес, әлі де алда көптеген оталарды сіздерге көрсетеміз. Ота барысында анестезиологтың негізгі қаруы мына монитор және осы аппарат болып табылады. Осы монитордағы көрсеткішке барлық қарап отырып, біз науқастың бүкіл өмірге қажетті показательдерін осы арқылы бақылап отырамыз. Міне сатурация 100% нормада тұр. Арнайы гипотония жасаймыз, қан қысымын төмен түсіреміз науқас қанамас үшін, және мынау пульс. Және мына аппарат арқылы біз науқасқа оттегімен қамтамасыз етеміз. Анестезиолог операция уақытында тек қана обычно көрсететінде тек қана отырып, телефон қарап отырмайды. Ол осылай барлық науқастың функцияларын бәрін қадағалап, бақылап жүреді. Три ассистента, кто это? Кетті? Ал достар, біз бадамша бездерін кішірейтіп қойдыңыз, қараңыздар, мынау үлкен болып тұратын, қазір кішірейді. Мынау бізде каутермен күйдірген жерлеріміз кішірейтіп тұрған. Осы беті кейін түседі, және де осындай розы болып қалыптасады. Және де есесіне миндалинасын бәрі уже кішірейген. Уже пациентімізді қатты ангина дейтін, тыныс тару дейтін мазаламайтын болады. Сіздер көріп жүрген сторис осылай түсіріледі. Сүрттің бе? Осымен операциямыз аяқталды. Ары кетсе бір 15-20 минуттай созылады. Одан кейін бар пациент палата пробуждение алып барады, біз келесі операция дайындаламыз. Сәлеметсіздер ме, Фархат Бақытұлының оқырмандары. Мен Фархат Бақытұлының хирургиялық ассистенті боламын. Фархат Бақытұлымен бірге барлық операцияларға қатысамын. Ассистенттің рөлі өте маңызды, себебі әрбір хирургқа екінші қол ретінде ассистенттер көмектесіп жүреді, инструменттерді подавать етеді. Сонымен қатар барлық операцияға дайындықты өздері бақылап отырады. Сіздер көріп жатқан операцияларда тек қана Фархат Бақытұлы емес, сонымен қатар осындай үлкен команда жұмыс жасайды. Міне, құрметті оқырмандар, операцияның бәрін аяқтадық. Сіздер көрген аденоидтан бөлек тағы да басқа да көп операциялар болды. Жалпы операция осылай өтеді. Көрдіңіздер, ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Бұл қазіргі заманда заманауи техникамен жасалады, шейвермен, эндоскоппен, бәрі под контролем, бәрі қарайды. Және де анестезиологтарда просто так наркоз бермейді. Олар полный анализін қарайды, баланы қарайды, сау болса ғана біз операция аламыз. Операция ұзақ емес, көрдіңіздер, бір 15-20 минутте аденоидты алып, полностью баланы палата интенсивной терапии, то есть пробуждение алып барады, одан кейін барып палатаға мамасын алып келеді. Жалпы егер сіздерде балдарыңызда осындай проблема болса, жалпы аденоидпен, сіздер оны емдедіңіздер, капля бәрін бердіңіздер, бірақ нәтиже бермесе, өкінішке орай, онда кезде операция жүгіну керек. Неге? Себебі олай жүре берсеңіздер, операциядан қорқып, балаңыз түнде қорылдап, аузын ашып ұйықтаса, болашақта оның прикусында, жалпы миға кислород баруына кедергі болады, және де кейбір балдарда құлағын асқынады, су жиналады, естуі төмендейді, көптеген жалпы асқынулар болады. Ол болмас үшін осындай тез және эффективно жасалатын аденоидты келсеңіздер, талай асқынудан аман қаласыздар. Және де аденоидты алу үшін сіздің жаңа эфирде көргендегіндей анестезиологтар бар, мен көмекшілерім бар, ассистенттерім бар. Одан бөлек қаншама мамандар сол бір баланың артынан жүреді. Аденоидын алу үшін және де сол аденоидқа дайындау үшін. Қорқпаңыздар, қазіргі заманда бәрі қауіпсіз, сенім артып келсеңіздер болады. Осындай влог форматында алғашқы рет YouTube'да видео жасап жатырмын. Сіздерге қалай көңілдерінен шықты ма, өздеріңіздің ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Алдағы күнде осындай дүниемен сіздермен бөлісіп отырамыз, және де құлақтың операциясында влог ретінде түсірсек деген ой бар. Бізді қолдап кетіңіздер, подписаться етіңіздер, және де колокольчикті басып қойыңыздар. Баршаларыңызға сәттілік, аман болыңыз, деніңіздеріңіз сау болсын.